Ильда платформасынан алынған сұрақтар, барлығы бүгін өткен тақырыптардан алынған сұрақтар. Тез белгілейік. 10 сұрақ бар жоғы? Осы мектептің алдыңызда маркерді. Әр сұраққа жауап бергенде мектептің белгілеп біз өзіне барамыз. Және де астында кері байланыс. Өзімізде аламыз. Сабақтың соңында біз осы күн неше бал алғаны жетті ма сіздерге? Бүгін сабақ қайтыңыздар? Өткен? Абай бажасымен сүйретті ма? Алудың себептері ол бізде есеп таспа жағы тағы. Енді оны бағана түсіндіге, енді осының алдын алу шараларын не істеуіміз керек? Осы ауырғанымыз белгілерін айттық, бағанағы зәрге қанның пайда болуы. бұл бет халқымыздың ішінде таныс болады, және бағана және де біз өзіміз бағана макет жасап көрсеткен едік. Макет жасағанда біз месектас ауруын айтып өткен болатын, және де бізге осы месектас ауруымен ауыратын беріп түскен болатын. Және осыған оның себептерін айта кететін болсақ, яғни месектас ауру негізінен бермейтін тұздардың жиналып қалуынан туындайды. Бұл қышқылдық артық мөлшері қалыптасып, қиын ауруға келіп соғады. Яғни месектас ауруы қарапайым тілімізбен айтатын болсақ, бүйректе және де осы организмнен артық суды, тұздарды және де зат алмасудан пайда болған қалдықтарды, яғни қажетсіз заттарды сыртқа шығаратын жүйе. Шығару жүйесі қандай екен? Тыңдап отырмыз ба? Организмдегі артық сусын керек емес зиянды заттарды шығарады. Қайтып? Не арқылы шығарады? Зәр шығарады. Зәр арқылы шығарады. Бұл жүйе ағзамызда негізінен сүзгі қызметін атқарады. Бұл қалай дейтін болсақ, организмдегі барлық қан бізде бүйрекке келу арқылы сол жерде қан сүзіліп, ол жерде зәр пайда болады. Не істейді екен бүйректе? Не арқылы? Одан әрмен қарай шығару жолдарына қарай жіберіледі. Ешқандай ауруға ұшырамаған бүйрек те бар, тас жиналған бүйрек те бар, құм жиналған бүйрек бар, тоз жиналған бүйрек бар, және де су жиналған бүйрек бар. Не арқылы? Қаяққа жеткізеді? Қуыққа жеткізілген зәр белгілі бір мөлшерге толғанға дейін осы жерде сақталады. Яғни қуықтың қызметі біздегі зәрді сақтау болып табылады. Бұл қуықтың бұлшықеттік қабаттары жақсы жетілген, созылуға бейім болып табылады. Мөлшері толмай тұрған кезде кіші болғанымен, зәр толғаннан кейін едәуір үлкейетін болып табылады. Қуық толғаннан кейін сигнал барады, сол арқылы Сигнал қайда барады? Зәр шығару керек. Қандай жағдайда барады миға? Толған кезде. Зәр толған кезде. адам зәр шығарады. Қуықта толған зәр одан әрмен қарай зәр шығару түтігі арқылы және сыртқа Берді.